Сәлеметсіздер ме? Алтын сақа математикалық олимпиадасының 5-ші сыныпқа арналған мектепшілік кезең тапсырмаларын талқылауды жалғастырамыз. Бүгін екінші кезеңдегі тапсырмаларды қарастырамыз. Бұларда жабық тест түрінде берілген, яғни шығарып жауаптарын таңдай салсақ болады. Алдымен теңдеуді шешу керек. Теңдеуді шешу үшін кішкене ықшамдап алайық, ыңғайлы болу үшін. X қосу X дейді, яғни 4X деп жазсақ болады. 1 қосу 2 қосу үшіміз 6-ны береді екен. Мына жерде енді жақшаны ашып алайық, алдымен түсінікті болу үшін жақшаның алдында плюс амалы тұрғандықтан ол ешқандай да жақшаның ішіндегі амалдарға әсерін тигізбейді, сондықтан осылай аша салсақ болады. Сонда 1, 2, 3, 4, 4А болып тұр. Ал азайтылған 1, азайтылған 2, азайтылған 3-іміз оларда қосылады. Сонда -6 болады екен. Ары қарай 4X тең болады 4А азайтылған 6, мына плюс 6-мыз минус болып барады екен, оң жаққа. Сонда 4А азайтылған 12 болады. Ары қарай А-ның орнына өзінің шарт бойынша берілген мән қойып есептейтін болсақ, онда болады екен 8088. X-ті табу үшін 4-ке бөлсек жеткілікті, жауабы 2022 болады екен. Келесін қарастырайық. Саматта 3 үрдіс бар. Үрдістардың көлемдері сәйкесінше 25 см куб. Шартын жазып отырайық. 100 дециметр куб және 2 метр куб. Көлемі ең үлкен ыдысты жартылай, қалғандарын толықтай толтыру үшін неше литр су керек? Бұл жердегі 1 литріміз 1 дециметр куб дейді. Олай болса, бізге ыңғайлы болу үшін барлық көлемдерді дециметр кубқа айландырып алайық. Ондай болса, 1 дециметрде 10 сантиметр бар екендігін, 1 метрде 10 дециметр бар екенін еске түсірейік. Енді бізге сантиметр кубты дециметр кубқа айландыру керек. 1 дециметрде 10 сантиметр болса, 1 дециметр кубта қанша сантиметр куб бар екен білу үшін біз оны кубтауымыз керек. Яғни 1000 сантиметр куб болады екен. Дәл сол сияқты 1 метр кубта қанша дециметр куб бар екен білу үшін оны да кубтаймыз. Бұл жерде де 1000 дециметр куб болады екен. Сантиметр кубты дециметр кубқа айландырып жатырмыз, яғни кіші шаманы үлкен шамаға айландырып жатқандықтан біз оны не істейміз? Бөледі екенбіз, яғни 25 дециметр куб болады екен. Екіншісі өзі дециметр куб берілген, ал мына жерде үлкен шаманы кіші шамаға айландырып жатқандықтан көбейтеміз, мына 1000 дециметрға. Енді шарт бойынша үлкен ыдысты, яғни 2000 дециметр кубтық көлемі бар ыдыстың жартысын, яғни 1000 литр суменен, ал қалғандарын толықтай, яғни 100 пен 25-ті толықтай толтыру үшін қанша литр су керектігін есептеу қиындық тудырмайды. Келесісі, мирас тақтаға бір сан жазады. Бұл санның жартысы ең кіші 2 таңбалы сан. Ең кіші 2 таңбалы сан дегеніміз ол 10. Бірақ бұл мирас жазған санның жартысына тең. Демек, мирасымыз 20 деген санды жазған. Енді сұрақ, бұл санның қандай бөлігі ең кіші жай сан? Ең кіші жай сан дегеніміз ол 2. Ондай болса бізде сұрап тұр. 2 дегеніміз 20-ның қандай бөлігі деп. Енді бұндай бізде жауапта жоқ, сондықтан қысқартуды орындаймыз. 2-ге бөлеміз, сондықтан 10-нан 1 бөлігі болады екен. Келесі есеп, егер де А және Б фигураларының ауданы тең болатын болса, Б төртбұрышының ұзындығын табыңыз дейді. Енді алдымен біз келесі А фигурасын мына жерден бөлейік. Сонда бізде бірінші төртбұрыш, екінші төртбұрыш болады екен, және Б төртбұрышы деп қарастырайық. Сонда бірінші төртбұрышының ауданы табу үшін ұзындығын нені көбейтеміз? Мына жерде 40 екені белгілі. Ал мына бөлік дегеніміз, мына 110-нан 40-ты азайтып тастаймыз. Сонда мына жері дегеніміз ол бізде 70 болып тұр. Демек, бірінші фигураның ауданы 40 пен 70-тің көбейтіндісі болып тұр.
2800. Екінші фигураның ауданын біз білмейміз, оны x дейік. Ал үшінші фигура деп біз қазір b фигурасын ала алмаймыз ғой, иә, себебі b фигурасы өте ыңғайсыз тұр мына жерде. Онда мына жерді қосқанда мына үлкен тіктөртбұрышты алайық. Үлкен тіктөртбұрышты алайық. Сонда ол сонда мына үлкен тіктөртбұрыштың ауданы 1200, кешірім өтінемін, 120 және 40. Иә, мына ұзындығы мынау ені 4800-ге тең болады екен. Енді есептің шартына қайта назар аударайық. А және Б фигураларының ауданы тең дейді. А фигурасының ауданы деген біз жаңа тауып алған мына бөліктің ауданы 2800, қосылған біз бағана мынаны x деп белгіледік. X болады. Осы Б фигурасының ауданына тең, яғни мына үлкен тіктөртбұрыштың ауданынан 4800-ден азайтып тастаймын мына бөліктің ауданын x. Енді бұл теңдеуді шешетін болсақ, 4800-ден 2800 азайтамыз 2000, 2x-қа, яғни 2-ге бөлеміз 1000 болады. 1000 екендігін тауып алдық. Енді бұл жерде жаңағы тек қана Б фигурасының ауданы ол мынау, иә, 4800-ден x азайтамыз, яғни 3800 болады екен. 4800-ден 1000-ды азайттық. Енді Б фигурасының ауданын табу үшін біз 40-ты оның ұзындығына көбейтеміз. Енді ұзындығын табу үшін ауданын еніне бөлеміз, яғни 3800-ді 40-қа бөлеміз, сонда 95 болады екен. Ары қарай жалғастырайық. 5-ші есеп. Төмендегі қатарда фигуралар 6 фигура сайын қайталанады. Бірінші мен соңғы фигура бірдей. Бірақ олардың қасында тұрған фигуралар бірдей емес. Неше фигура салыну мүмкін екенін табыңыз. Енді міне бірінші фигура, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы. Осы әрбір 6 фигура сайын қайталанады дейді. Яғни мынау бір жаңағы, қалай айтсам болады, бір қатар. Келесі мына жерде. Келесі қайтадан жаңадан қойылған қатар болып тұр. Өйткені әрбір 6 фигура сайын қайталанады. Яғни келесі 6-шы фигура ол уже жаңа қатарды береді. Дәл сол сияқты, мысалы, кете береді. Мысалы, мына екі қатарды құру үшін маған 12 фигура кетті, иә? Енді айтып тұр. Бірінші мен соңғы фигура бірдей, бірақ олардың қасында тұрған фигура бірдей емес. Неше фигура салыну мүмкін екендігін табыңыз. Енді жауаптарға назар аударайық. Бірінші 60 дейді. 60-ты әрбір қатарды құру үшін 6 фигура керек, 10 қатар. Демек, мына бір қатар, екі қатар, 10-шы қатарымыз дәл осындай болады. Мына жерде көп белгісін қояйық, осындай болады. Сонда ең бірінші фигурамыз ол мынау, соңғысы мынау болып тұр. Соңғысы осы болып тұр. Осылардың қасында тұрған бірінші фигураның қасында не тұр? Үшбұрыш тұр. Соңғы фигураның қасында не тұр? Үшбұрыш тұр. Бізге бірінші мен соңғы фигура бірдей болған мен дейді. Оның қасында тұрған фигура бірдей емес дейді. Яғни үшбұрыш, мұнда да үшбұрыш, мұнда үшбұрыш. Бізде шарт бойынша бірдей болмау керек. Демек, мынау шартты қанағаттандырмайды. 67 дейді. 67-ні егер бөлетін болсақ, 6-ға бізде 11 қатар және бір фигура артық қалады. Міне мына жерде 11 қатармен толды дейік, бір фигурамыз артық қалса 4 бұрыш болады. Енді көреміз, бірінші фигураның қасында 3 бұрыш тұр, соңғы фигураның жанында не тұрады? 4 бұрыш тұрады. Шартты қанағаттандырып тұр. Демек, осы 67 болуы әбден мүмкін. Бірақ енді келесілерін тексере салайық. 74-ті егер бөлетін болсақ, 6-ға болады 12 қатар және 2 фигура. Яғни 4 бұрыш және қасында не тұр? 3 бұрыш. Бұл
шартты қанағаттандырмай тұр. Бірінші мен соңғы фигура бірдей емес. 80-ді егер бөлетін болсақ 6-ға, болады бізде 1, 13 қатар және 2 фигура. Мына алдыңғысымен бірдей болып қалып тұр. Және 86-ны 6-ға бөлсек, болады бізде 1, 14 қатар және тағы да 2 фигура. Бұл да жаңағы мына үшеуі сонда бірдей болып тұр ғой. Демек, бізді шартты қанағаттандыратын тек қана мына Б нұсқасы екен. Келесі өрнегінің мәні төмендегі сандардың қайсына бөлінбейтіндігін табыңыз. 54х квадрат, мұндағы x'іміз 21. Енді бұны есептеп алып бөле салуға болады, бірақ енді оқушыларда калькулятор болмайды. Сондықтан жаңағы бөлгіштердің қасиеттері бойынша шығаруымыз керек. Мысалы, мынаған бөлінеді, себебі 54-іміз бөлінеді. 98 дегеніміз енді оны жай бөлгіштерге шектейтін болсақ, онда мұнда 49, 7, 7, 7 болады. 54-іміз 2-ге бөлінеді, 21-іміз 7-ге бөлінеді, келесі 20-іміз тағы 7-ге бөлінеді. Демек, 98-ге де бөлінеді екен. 126 дейік. 126-ны мысалы ықшамдайтын болсақ, 63, 3, 21. Енді мына жерде 21 дей салайық, жаңсам болмаса да, себебі 21 толықтай бөлініп тұр. Сонда 21 21-ге бөлініп тұр, 2-ге бөлініп тұр, 3-ге де бөлініп тұр. Демек, 2-ге 54-іміз бөлінеді, келесі 21-іміз 3-ге бөлінеді. Бұл кемейді екен. 196-ны тексерейік. Бұл жерде ықшамдайтын болсақ, 2-ге бөлсек 9, 8, бұны 2-ге бөлеміз, 49, 7, 7, 7, 1. Мына 54, мына 7-ге бөлінеді 21, мына 7-ге бөлінеді 21, 2-ге бөлінеді 54, 27 болады. Ары қарай мынаған бөлгіш табылмай қалады, бөлінбей қалады. Мына жерде 3 қалды 7-ге бөлген өзінде, мұнда да 3 қалды десек, мына жерде 27 қалды, 2-ге бөлінбейді. Демек, 196-ға бөлінбейді екен. Ал енді 441-ге бөлінетін айдан анық, өйткені 21-дің квадраты бізге береді 441-ді, мына 2-ге де бөлініп тұр. Сондықтан шарт бойынша жаңағы бөлінбейтін сан ол 196 екен. Енді келесі есептерді біз үшінші кезең есептерін келесі видеода қарастыратын боламыз. Сау болыңыздар.